Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес үкімет әлеуметтік әлеуеті маңызға ие қаулы қабылдады. Қаулы қазіргі таңда елімізде жүргізіліп жатқан төтенше жағдайға байланысты. Әлеуметтік төлем алушылар қатарында жұмысынан айырылғандар, өзін-өзі жұмыспен қамтығандар, сондай-ақ жұмыс берушінің бұйрығымен ақысыз еңбек демалысына жіберілгендер де бар. Дәл мұндай төтенше жағдайға қатысты уақытша жұмысын тоқтатуға тура келген шаһарымыздың тұрғыны Меруерт Омарова бірыңғай есептік орталығында бақылаушы болып жұмыс атқаратын азаматша халықпен тығыз қарым-қатынаста болуына байланысты жұмысын тоқтатуға тура келгенін айтып отыр. Төтенше жағдайға байланысты біз өз жұмысымызды тоқтаттық. Президентіміз белгіленген әлеуметтік көмектің бар екенін білдім. Осы көмектің бар екеніне біліп, жұмыстың басшылығына өтініш жаздым. Осы өтінішті жазғаннан кейін 3 күннің ішінде менің карточкама 42.500 теңге мөлшерінде қаражат келіп түсті. Үкіметтің бізге көрсетіп жатқан көмегіне алғысымды білдіремін. Бүгінгі таңда Степногорск қаласы бойынша электрондық үкімет порталы арқылы міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушыларға төлемдер жасауға 100-ден астам өтініш келіп түскен. 60 өтініш қалалық штабта қаралып, зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталыққа жіберілген. Бұл ретте 27 өтініш мақұлданып, 5 өтініш берушіге төтенше жағдай басталғанға дейін 12 ай ішінде міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінде жұмыс тәжірибесінің болмауына байланысты әлеуметтік төлем тағайындалмаған. Бұл төлемді жұмыс берушінің өтінімін күтпей қызметкерлер электронды үкімет порталы арқылы әлеуметтік төлем үшін өтінім қалдыруға құқылы. Оған азаматтың жеке электронды цифрлы қолы болса жеткілікті. Негізінен 216 мың қазақстандыққа мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төтенше жағдай кезінде табысынан айырылуына байланысты 42.500 теңге тағайындалған. Бұл жөнінде мәлімдеген еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі ақпаратына сай барлығы 2.755.866 өтініш келіп түскен.